Жеңгелерімді көрдің ба? Соларды көрінce. Жеңгелеріме. Ей, ишек, мұздай суға түсіп, судырың ұстап, тамырың тартылып, отпа тауып, деп. Тартылмай, бізді біл. Мына жерде тұр. Мен қазір жеңгелерін ана жерге апарып келемін. Тайып бағасыңа тас құлап бір бәле. Ей, қақ қарап тұрсың? Жерге қарап тұр қой. Не бар екен жерде? Томпайып бір нәрсе тұр ғой. Не ол томпайып? Мен қақтан білем, жердің көті шығар. Қақтан білесің оған? Үйден шыққанмен айтқан жоқсың ба, жердің көтіне баратық деп. Осы жерде енді мен әйелді жыр таптаныш түсіндің ба? Мақма мен ана жеңгелерін бұлаққа апарып келемін. Туалетке қақа барамын. Ана тұрғын любой талдың түбі туалет бар. Аға! Жында? Бесен мен әлі бір орында тұрып не үшін бияқта? Мына жақта аю жүр ғой. Қандай аю артынан келе жатқан? Мен ғана қарасай. Неге талдың төбесіне шығып ақырып отырсың онда? А? Американдықтар табиғатта. The September is the class work and exercise practice. Тауға шықпағал біраз отыр. Орыстар табиғатта. Красивое место, да? Водку взял? Да. Колбаса взял? Где жена? Дома стоял. Я хорошо. Қазақтар табиғатта. Жеттік па, осы жер ма? Ей! Суға өледі анау, Асылма дейм. Ана, өлтіресің ол. Аюға бар басылып атқансың, жынды екен ғой. Бала шаған жинақ қайтамыз болды. Қайтамыз жүріңдер бәрі. Шешең, бұлармен келудің қажеті. Уақыттың қалай Менің темекіні қоя алмай жүрген досым. Темекіні қойса ана, не? Родной осы соңыз осылайын қоям. О, кеше ғана сөйтіп айттың ғой? Негіз пайди братчы, қоям десем қоям ғой родной. Просто өзіме добро беріп жүрмін да, жаспын ғой родной. Родной, темегін қоям, ай кішіге жүрмін ғой, прикинь. Родной, қазір темегін қойғам ғой мен. Қойш, қалай қойдың? Нос атып жүрмін ғой, брат, прикинь. А чё? Просто беспаленно ғой родной, үйге кіресің сағаласына. Кино көре, жата бересің ғой. Родной, күнде бір пашық таусасың ба сен? Смело ғой, чек бересің ғой родной. Ема сонда бір пашықтың 400 теңгеден бір айда 12 000 теңгеге темекіге кетіріп атсың ба сен? Қою керек. Брат, сен темекіні әлі шегіп жүрсің ба? Жоқ, родной, шекмен просто балдармен көшеге шығамын, клубта тұрғанда шек қоямын, просто қызық. Короче, родной, прикинь, кеше азанда бір пачка темекім болады ғой. Біреуін шегемін де көрші. Бұл шекпеймін де бәрін сындырам, яқта жерем ғой. 2 сағат өткеннен қайттан барып новый алғансың ғой, пачкасын ше. Шыдай ғой. Родной, темекіні қашан бастадың сен? Темекіні мен армияда жүріп бастап кеттім. Аты шекпейтінен вообще бар ғой. Мынау енді натуре сенің досың. Уалейкум ассалам. Не болды екі қасыр жоқ болсыңдар ғой еді? Досым ренжімеші. Бар болса бар, телефон не үшін ұстайсыңдар, алып айта салмайсың ба? Безукада Екі қабат қатым ұстап жатасыңдар, жүріп болып кетті. Боше өліге умирать етпейдек, былдырап жүресің те 2 сағат боше. Ой, ешексің ме адам мен сегіз болса, асқызамыз аурат білесің ғой. Без газы ал деп адам сияқты айттым ғой, жүрші, вообще, мыйсың ба бір, вообще. Досым болғасын ақыл ретінде айтып отырмын, ұрыс емес болса ғане, вообще адам емессің сен бар, чортсыңдар ғой, ешек. Ағаш, топас, ташаға тәңір. Өзің сондайсың не? Сіз досың. Қарызға 1000 теңге берші. Мал болмашы. Өшірші. А чё жанында жүруге ұяласың ба? Нормально отыршы ана жерде. Братан, мына жерден ана жерге сен қаласың. Күн жанып кетті ғой. Нормально кеші ананы. Похуй, ешкім танымайды ғой. Алпатеуін беріп кетеміз ба? Қомаш маманың машинасы. Братан да 2 машинаның біреуін беремін десен, қайсысын алатын? Майырс қой? Машина алып қойдың ба оның? Не ағыл, аспанның көт тесілді ма? Жақын достарым қасымда,